Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді сүзбелі сырниктерді ұсынатын боламын. Ол үшін ең алдымен осылай сүзбемізді, яғни творогты қысып, сығып бір ыдысқа салатын боламыз. Осы сүзбенің үстіне бір жұмыртқаны қосамыз, 2 ас қасық қант қосамыз және шым-шым ванилин қосамыз. Және енді ұнтақ жармасын қосамыз, яғни манная крупа. Қалауымызша шым-шым тұз қосуға болады. Осы массаның барлығын араластырамыз. Бізде осындай жұмсақ масса пайда болады. Қолға жабыспайды бірақ. Барлығын жақсылап араластырып алғаннан кейін осындай домалақтар жасап шығарамыз. Осылай домалақтарымызды дайындап жасап қоямыз. Және аунату үшін ұн керек болады. Ұнға бір аунатып, осындай домалақ стаканмен форма жасаймыз. Барлығын дайындап алып, ыдысымызды қыстырып, осылай пісіріп аламыз. Сырниктеріміз дайын. Үстіне қалаған нәрсеңізді жақсаңыз болады. Мен сгущенка жақтым. Шоколадты ертіп жақсаңыз болады. Өте дәмді, сондай жұмсақ, нәзік сырниктер пісіп шығады. Осы рецептпен дайындап көрсеңіз, еш өкінбейсіз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алда әлі тағы да өте керемет рецепттермен бөлісіп тұрамын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.